Ассаламу алейкум. Бүгінгі темамыз келбетлік. Келбетлік бұл заттың түртісін, сыпатын, көлемін, реңін, заттың белгілерін білдіретұғын сөз шақабы. Келбетлік қандай, қайсы, қайдағы деген сұрауларға жауап береді. Келбетліктің өзіне тән қасиеті, бұнда келбетлікте дәреже көрсеткіші бар. Және келбетліктер өзі сап халында сөз өзгертуші қосымталарды қабыл етпейді. Атылқыласқан жағдайда ғана сөз түрлеуші қосымталарды қабыл етеді. Келбетлікке тиесілі өзі сөзлері бар. Енді қазір мен сіздерге келбетлік бойынша түсінік бергенде келбетліктің жасалуы хақында түсінік бермекші мен қалай жасалады. Себебі келбетлік көпшілік жағдайда атлықлардан келбетлік көпшілік жағдайда атлықларменен байланысады, сирегірек жағдайда фейлерменен байланысады. Бұған қарап, келбетліктің жасалуын, келбетліктің сұрауларын айтып кетіп едім, қалай жасалатұғынын, қандай қосымталар қосылатұғынын, қандай мәні беретұғынын білсек, келбетлік туралы ұлыма түсінікке ие боламыз. Әмді қазіргі уақыттағы милли сертификат тестлерде де сол келбетліктің айырмашылығын үйренуді, яғни сіздерге келбетліктің жасалғанын береді да, мысалы 6 гүлдің жапырағын береді да, айырмашылығы бар келбетліклерді тауың деген сұраулар болады. Сол кезде сіздер бұның айырмашылығына қарап, жасалуына қарап, аңсат айыра аласызлар. Келбетлік бойынша мысаллар менен түсіндіремен. Мысалы келбетліклерде сұлу қыз, қара бояу, қызыл қалем дегенімізде бұнда заттың түр түсін білдіріп тұр. Ал көне киім, қатты ағаш, жақсы адам дегенде заттың сапасын білдіріп келген. Үлкен жүк, ауыр іс, жеңіл зат дегенімізде болса, заттың салмағын білдіріп тұр. Демек, келбетлік заттың әр түрлі белгісін білдіріп келеді.